Достарымның барлығын сыйлап жақсы көремін. Жарайсыңдар. Балалар, бүгінгі көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Керемет. Олай болса, бүгінгі күнімізді бастаймыз. Балалар, жылдың қай мезгілі? Қыс Мезгілі дұрыс айтасыңдар. Қыс мезгілінің айларын атайықшы. Көктем. Жоқ, өте керемет балалар. Балалар, бір аптада неше күн бар? 7 күн. 7 күн бар, дұрыс айтасыңдар. Атайықшы. Дүйсенбі, бейсенбі, жұма, өте жақсы балалар. Біздер неше күн демаламыз? 2 күн. Демаламыз, өте жақсы. Балалар, біздер балабақшадан үйге кешке қайтамыз. Ал қай мезгілде балабақшаға келеміз? Таңертең келеміз, дұрыс айтасыңдар. Ұйқымыздан оянып, жаттығуымызды жасап, қай мезгілде шанамен ойнаймыз, аққала жасаймыз. Бұл қай мезгіл балалар? Қыс мезгілі. Біздер далада ұзақ ойнап, шомылып, суға түсіп демалатын мезгіл қай мезгіл балалар? Аз мезгілі дұрыс. Балалар, бүгінгі іс-әрекетіміз өте қызықты болғалы тұр. Өйткені балалар біздерге көптеген апайлар қонаққа келіп отыр. Және балалар, менімен бірге математика әлеміне барғыларың келе ме? Олай болса тақтаға назар аударайық. Сәлем, балалар. Мен білгішбекпін. Балалар, сендер математика әлемінің қызықтарын көрулерің келеме. Олай болса, менің тапсырмаларымды дұрыс орындасаңдар, сендерді өз әлеміме кіргіземін. Балалар, біздерге білгішбек. Қайда барғыларың келеді дейді балалар? Математика әлемінің қызықтарын бірге тамашалайық дейді. Олай болса, біздер білгішбектің тапсырмасын орындауымыз керек. Олай біздер математика әлеміне бару үшін бізге карта керек болады балалар. Картаны алу үшін біздер бірінші білгішбектің тапсырмасын орындайық. Ыдыста тұр 3 алма, қолымда 2 алма. Барлығы қанша алма балалар? 5. Дұрыс айтасыңдар. Біреуін бердім атама, біреуін бердім әжеме. Екеуін бердім әкем менен анама. Ыдыста қалды қанша алма? 1 алма. Өте жақсы балалар. Бақшадағы сәбізді қиын келіп жинады. Ең әдемі тәттісін қоянға сыйлады. Тиынның қолында неше сәбіз қалды балалар? 2. Өте жақсы. Жарайсыңдар балалар. Сендерге жол көрсететін картаны беремін. Сәттілік. Балалар, біздердің тапсырма орындағанымыз білгішбекке ұнаған екен. Ол бізге енді жол картасын берді. Енді біздер білгішбектің картасымен жолға шығайық балалар. Қолды созып жоғары, аяқ басып алға біз, басымызды шайқаймыз, күліп аламыз. Үрті қозғап бір-бірлеп, қоян болып секіріп, қол салып тоқтаймыз, қоян болып секіріп. Білгішбектің картасы қолымызда. Енді біздер осы карта бойынша жылжайық. Балалар, біздерге қандай белгіні көрсетіп тұр? Сол жаққа. Олай болса, сол жаққа бұрылайық. Сол жаққа бұрылайық. Нелерді көріп тұрмыз балалар? Сандарды көріп тұрмыз. Сандарды дұрыс тұр ма? Жоқ, дұрыс тұрған жоқ. Сандардың орындары ауысып кеткен екен. Кәнекей, онда түзейікші.
Енді тура және кері санайықшы. 1, 2, 3, 4, 5. Енді кері санаймыз. 1, 2, 3, 4. Балалар, біздің келесі бағытымыз қай жақты көрсетіп тұр? Оң жаққа бұрыламыз. Оң жақта біздерді не көріп тұрмыз? Пішіндер, қалашығын көріп тұрмыз. Олай болса, пішіндерге мына жолдармен барайық. Іс-әрекетіміз ұнады ма сендерге балалар? Қайсыңдар? Біздер қайтардық балалар. Бізге кім келді? Бізге сол жаққа бардық, оң жаққа бардық. Бізге кім тапсырма берді балалар? Кім жол көрсетті біздерге? Білгішбек, дұрыс айтасыңдар. Білгішбек біздерге тапсырма берді. Біздер тапсырмаларын орындадық. Бүгінгі көңіл күйімізді көрсетейікші. Өте керемет екен балалар. Ендеше балалар, сендер бүгінгі іс-әрекетке өте жақсы қатыстыңдар балалар. Математика әлемінен қызықтарын бірге тамашаладық балалар. Сендер бүгінгі іс-әрекетке өте жақсы қатыстыңдар. Әсіресе София, сен білгірсің. Мен сендерді осылай марапаттағым келіп тұр. Сен жай жұлдыз, сен жарық жұлдызсың. Әмина, сен жақсы жұмыс жасадың. Ал Ақылбек, сен тапқырлық таныттың. Сандардың барлығын білдің сен. Айнамкөз, сен мықтысың. Күзайым, сен жарайсың. Ерсұлтан, сен тамашасың. Сен, Ибрахим, өте қабілеттісің.
Раяна, мен сені әрдайым қолдаймын. Гәкку, сен кереметсің. Балалар, апайларға алдыңыз. Сау болыңдар.